Құрметті оқушылар, бүгін 4-ші сыныпта математика сабағынан логикалық есептер деген 98-ші сабақты қарастыратын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп, ұнап жатса лайк, комментарий жазуларыңды сұраймын. Енді бірінші тапсырманы қарастырайық. Сызықтар шынайы өлшемнен қысқа немесе ұзын немесе болмаса алыс немесе жақын орналасқан тәрізді болып көрінетін суреттер бар. Бірақ бұл көздің алдамшы көрсетуі дейді. Яғни енді осыдан 6-шы тапсырма кесінділер параллель ме дейді. Иә, параллель кесінділер ол бір-бірімен қиылыспайтындар екен. Әсінде де А мен Б тең болады екен. Оны сендер екеуін сызғышпен өлшеп көздеріңді жеткізуге болады. Екінші тапсырмада текшенің көрініп тұрған қырларына міне қарасаңдар 1, 2, 3 деп сандар жазылып тұр екен. Ал енді текшенің екі жазбасы беріліп тұр. А әде ода да 3, 2, 1 жазылып тұр екен. Енді осыны дәптерлеріңе сызып, осыларға қарама қарсы қырларындағы сандардың қосындысы 7-ге тең болатындай етіп, қалған 1, 2, 3 сандарды жазуымыз керек екен. Иә, оны міне қарасақ, міне асында мына ұқсап жаза аламыз да, әсінде былай жазалады екенбіз. Яғни текшенің қырларының бір-біріне қарама-қарсы жақтарындағы сандардың қосындысы ол міндетті түрде 7 шығу керек екен. Егер каналдағы жаңа тақырыптарды бірінші болып көргің келсе, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Және бұл канал тиімді болып жатса, достарыңмен, сыныптастарыңмен, аға-әпкелеріңменен бөлісуге болады. 3-ші тапсырманың астында мұндай фигураны құру үшін қанша таяқша қажет болды? Мұнда қанша шаршы бар? 5 шаршы ғана қалатындай 4 таяқшаны алып таста делінген екенде, әсінде 3 сурет беріліп тұр. Осы суреттерді бірінің үстіне бірін қоятын болсақ, неше торкөз ақ болып қалады, яғни боялмай қалады деген тапсырма екен. Енді бұны асын қарау үшін міне жердегі таяқшаларды санауларыңа болады. Яғни 24 таяқша қажет екен. Сосын кейін міндетті түрде шаршыларды санаймыз. Ол өзін міне біз бұл жерде 14 шаршы бар екен. Ал енді бұның 4 таяқшасын алып тастасақ, мынандай 5 шаршы құруға болады. Яғни менде 4 бұрышында 4, жалпы өзін қосқанда яғни 5 шаршы болды. Әсінде суреттерді бір-бірінің үстіне қоятын болсақ, мына секілді жоғарғы жағындағы бір торкөз ғана боялмай ақ күйінде қалады екен. Енді 4-ші тапсырма амалдар бойынша жаз және есепте дейді. Бұл жерде 3 есеп беріліп тұр екен. Енді амалдар тәртібін білесіңдер. Болса ең алдыменен жақша орындалады. Онан кейін көбейту мен бөлудің қайсысы бірінші тұрса сол орындалады. Сосын кейін қосу мен алудың қайсысы бірінші тұрса сол орындалатынын білесіңдер. Енді бұл 4-ші есепте қазір амалдар тәртібі бойынша 1, 2, 3, 4, 5 деп әртүрлі амалдар тізбегін қарайық. Міне бірінші есепте қарайық. Бірінші көбейту амалы орындалады. Яғни 219-ды 380-ге көбейтсем 83.220. Оны 90.050-ден азайтамын. Сонда 6.830 болады да, оған жақшаның ішінде әлі біткен жоқпыз, 190-ды қосамыз. Сонда 7.020 болады. Оны 90-ға бөлетін болсақ, бізде өрнегіміздің 78 деген жауабы шығады екен. Қалған есептерде осылай амалдар тәртібін сақтай отырып шығарамыз. 5-ші тапсырмада мынандай тік төртбұрыш беріліпті. Және осы тік төртбұрыштан алынған тік бұрышты үшбұрыш бар дейді. Соның ауданын есепте дейді. Енді қарап тұрсақ, бұл жерде тік бұрышты үшбұрышымыз ол тік төртбұрыштың тура жартысына тең екен. Олай болса, біз осы тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін тік төртбұрыштың ауданын тауып алып, оны 2-ге бөлсек болды екен. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін бізде міне ұзындығы беріліп тұр 12 см және ені беріліп тұр 5 см. Олай болса, осы енінің ұзындығына көбейту арқылы 60 см квадрат деп тік төртбұрыштың ауданын шығара аламыз да. Сол тік төртбұрыштың ауданын 2-ге бөліп, яғни 60 бөлу 2 тең болады 30 см квадрат деп үшбұрыштың ауданын таба алады екенбіз. Түсінікті болып жатса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және егер тез жүріп кетсе видео, тоқтатып қоюға немесе артқа қайта шегініп
түсініп алуларыңды сұраймын. Енді алдыншы қалдықпен бөлуді орында дейді. Бұл жерде қалдықпен бөлу деген бөлуді тура орындалмайтын кез болады екен. Сол кезде ондан бөлуді амалын орындағанда бізде бүтін бөлік және қалдық бөлік деген қалады. Бұны тексеру үшін бүтін бөлігін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қоссақ, сол сан шығады. Яғни міне 448.537-ке бөлетін болсақ, 149.512 бүтін бір қалдық қалады екен. Сол секілді 80.215-ті 5-ке бөлсек, 16.042 бүтін 4 қалдық қалады екен. Ал енді 714.792-ні 55-ке бөлетін болсақ, 12.996 бүтін 12 қалдық болады екен. 632.014-ті 26-ға бөлсек, 24.308 бүтін ар жағында міне қалдығы 6 қалдығы қалып тұр. Енді бұл бөлуді орындау үшін міне нақсап бағандап бөледі екенбіз. Яғни 3-ті 3-ке бөлгенде 1-ден келеді, 4-тен 3-ті алам 1 болады, жетпейді, қасындағы 4-ті түсірем. Оның ішінде 4-ке көбейтіп 12 болады. Оның 14-тен 12-ні алам 2 болады. Міне осылай әрбіреуін бөлеміз, соңында бөлгіштен кіші санға шығалып қояды. Сол міндетті түрде қалдық болып жазылады. 7-ші шығармашылық жұмыс дейді. Тор көздерді сана. Тор көзді дәптеріңе осындай сурет сал дейді. 4 гүлі бар шаршы пішінде торт беріліп тұр. Әрқайсында бір гүлден болатындай теңдей 4 бөлікке бөлу керек. Дәптеріңе сызықпен бөліп көрсет дейді. Енді мына тор көздерді санасақ 6 барлығы 36 тор көз бар екен. Яғни міне қараңдар, 6-ны көбейтемін, сонда 36 бұл торттың жалпы ауданы болып тұр. Ал 36-на 4-ке бөлсек, ол 9, яғни бір бөліктің ауданы. Біз мына тортты бөлген кезде әрбір бөлікті 9 тор көз болатындай етіп бөлуіміз керек екен, және әрбір бөлікті бір гүл қалатындай етіп бөлуіміз керек. Оны міне мына ұқсап орындаймыз. Міне санап шығатын болсаңдар, әрбір бөлікті 9 тор көзден болып тұр екен. 8-ші ойлан және жауап бер дейді. Бұл жерде бұл зерттеушінің тапсырмасы екен. Арман кітапханаға сағат 10-да келді. Одан 2 сағаттан кейін Айна. Ал одан 1,5 сағаттан кейін Ерлан келді. Кітапханада Арман 4 сағат, Айна 3 сағат, ал Ерлан 2 сағат болды. Кітапханада Айна мен Ерлан екеуі бірге қанша уақыт болды? Балалардың әрқайсысы қай уақытта кетті дейді. Енді бұны нақсап жазып шығарады екенбіз. Яғни Арман сағат тура 10:00-де келді және 4 сағат отырды. Айна 12:00-де келіп 3 сағат отырды. Ерлан 1:30-да келіп 2 сағат отырыпты. Олай болса, Арманның 10 сағатына 4 сағатты қоссақ, ол 14:00, яғни сағат 2-ге дейін отырыпты. Айна оның 12 сағатына 3 сағатты қоссақ, ол 3-ге дейін отырыпты, 15:00-ге дейін. Ал Ерланға 2 сағатты қосатын болсақ, 3:30-ге дейін отырыпты. Ал Айна мен Ерлан бірге 1,5 сағат, яғни 1 сағат 30 минут бірге кітапханада отырған екен. Онымыз міне 15:30-дан 15:00-де аламыз. Енді үй тапсырмасы беріліп тұр. Көз мөлшеріңді тексер дейді. Суреттердің әрқайсында қай кесінді ұзындырақ екендігін анықтай аласың ба? Кесінділердің ұзындығын өлшеп, дәптеріңдегі кестеге жаз, алынған өлшемдерді өз болжамыңмен салыстыр дейді. Яғни бұл жерден қарап көріп, қайсысы ұзын болуы мүмкін деген секілді болжамдарды алдын ала жасап алғаннан кейін, міндетті түрде қолдарыңа сызғышты алып, әрбір міне кесіндінің аты жазылып тұр, сол кесінділерді өлшеп, алынған өлшем бірліктерді ұзындығына жазады екенбіз. Мысалы, авы 1 см 5 мм деген секілді, тыпы 2 см 4 мм деген секілді. Осылай барлығын өлшеп, түгелдей өздерің жазып аласыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Каналға подписаться батырмасын басып тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды, достарыңмен, сыныптастарыңмен, аға әпкелеріңмен ссылкамен бөлісуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.